Мен су тапшылығын қай уақытта да көріп келем. Ол су тіптен саясат құралына да кей кезеңдерде айналып кетеді. Қазір мемлекеттің алдында суды үнемдеу жөнделген талап қойылып жатыр, Жаңбырлатып, тамшылатып суару жарай бермейді, барлық дақылдарға келе бермейді. Каналдар жүйесінде қамыс шыққан, бұзылған, гидротехника құрылыстарда қақпалар жоқ. Орталық Азияда ағын су тапшылығы күшейіп, егін шаруашылығына ауыр соққы болып тұр. Сырдария өзенінің төменгі ағысында орналасқан Қызылорда облысының күріш өсіретін диқандары да осы мәселемен бетпе-бет келіп отыр. Қазақстан үкіметі су тапшылығына байланысты оңтүстік өңірлерде күріш өсіру алқабын қысқартуды көздесе, ғалымдар күріш алқабын қысқартуға болмайтынын айтады. Ал диқандар болса, су үнемдеудің түрлі әдістерін өз бетінше қолға алып мәселені шешудің жолдарын іздеп жатыр. Күріш өсіретін Ерәлі шаруа қожалығы Қызылорда қаласынан 125 шақырым жерде орналасқан. Күрішке мол су қажет, ал сырдың төменгі ағысында су тапшы. Содан аталған шаруа қожалығы 10 жыл бұрын жер тегістеу тәсіліне көшкен. Басшысы Әліби Бекжанов диқаншылықты 2003 жылы 20 гектар жерге күріш егуден бастаған. Егер шаруалары су үнемдеу тәсілін дер кезінде қолға алмаса, Қызылорда жеткілікті деңгейде күріш еге алмай қалуы мүмкін дейді ол. Мен су тапшылығын қай уақытта да көріп келем. Ол қалай егсектім, содан бастап мен қатты судан зардабын шегіп, барынша үнемдеу жұмыстарына соған жұмыс жасадым. 2013 жылдан бастап мен сол жер тегістеуді бастадым. Аймақта осы ең бірінші болып лазерный планировщиктерді алып кеп Европадан. Өткен жылдан бастап Австралияның Rubicon компаниясының суды автоматтандыру және есепке алу құрылғысын аймағымызда бірінші болып сол менің шаруашылығыма тәжірибеге салдық. Өткен жылы жақсы нәтиже берді. Әлібидің мамандығы инженер-гидротехник, сондықтан да су үнемдеу жолдарын жақсы біледі. Оның сөзінше есепсіз кетіп жатқан су баршылық. Үнем болса, игерілмей жатқан жердің бәрін игеруге болады. Егістік мәдениетін сақтау басты назарда тұр деген ол. Тек Қызылордада ғана емес, барлық жерде суды есептеп, нақты цифр айтылуы керек дегенді алға тартты. Қырғыздар, өзбектер бізге не су беріп жатыр, қалай беріп жатыр, бізде әлі нақты мәлімет жоқ. Сағадан бастап осын автоматтандыру ол қажет. Өйткені біздің қазір ауыз суымыз есепке алынады, жаққан газымыз есепке алынады. Бәрі есеп қой, счетчик қой. Сол сияқты есепке нақты цифрға көшу керек та. Сондықтан сол кезде біз нәтиже болады. Биыл Қызылордада 80 мың гектарға күріш егу ұсынылған, бірақ суды тиімді пайдаланбау салдарынан су жетпей қалған. Ерәлі шаруашылығы қажет суды ала алмай насос қосып, коллектор суын қайта пайдаланып, 350 гектар жерді сонымен алып шыққан. 100-ге жуық адам жұмыс істейтін шаруа қожалығы күріш өсіруге су есептеуді автоматтандыру технологиясын пайдалана отырып, өнім көлемін гектарына 101 центнерге дейін жеткізген. Ал Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының бас ғылыми қызметкері Құрманбек Бәкірұлының сөзінше, диқандар күрішке суды көп қолданады. Суды көп қолданғаннан өнім жақсы болмайды деген ол. Мәселе әр сорттың ерекшелігінде екенін айтты. Үнемдеудің бір жолы әртүрлі басқа технологиялардан басқа сорт арқылы үнемдеуге болады. Күріштің ерте пісетін сорттарын шығаруға болады. Мысалға айтсақ, енді 120 күнде пісетін, 110 күнде пісетін сорттар, мысалы 90 күнде, 100 күнде піссе, аржағындағы күндер арқылы су 20%-ға, 25%-ға дейін үнемдеуге болады. Тек ерте пісетін сорт өсіру арқылы. Бұрынғы сорттардан 10 шақты күн ерте пісетін сорттар, Сысылу деген сорт шықты. Құрманбек Бәкірұлы ел арасында Ақмаржан аталып кеткен күріш сортын шығарған авторлардың бірі. Ақмаржан сорты 1987 жылы шығып, сол кезден бері жергілікті шаруалар егіп келеді. Су тапшылығы біздің елімізде ғана емес, әлемді алаңдатқан өткір мәселенің бірі болған соң, су ресурстарын тиімді пайдалану, оны басқару және сақтау өте маңызды. Көбісі суымыздың трансшекаралық өзендер арқылы шет аймақтардан келеді. Сондықтан бұл су тіптен саясат құралына да
кей кезеңдерде айналып кетеді. Сондықтан су мәселесінде өкінішке орай жақында ғана, енді қуанышқа орай жақында ғана су министрлігі ашылып, осы мәселені дербес бір жақсы дамытуға мүмкіншіліктер болып жатыр. Су ортақ дүние. Сондықтан біз осы көршілес мемлекеттер, особенно Сырдария өзенінің бассейнінде орналасқан, біз келісіммен тиімді пайдалансақ, оны жеткізуге болады. Серікбай Өмірзақовтың сөзінше, Қызылорда облысында суару жүйесі дайындалған 250 мың гектардай жер бар. Өте тұзды жерді игеру әлемдік тәжірибеде тек күріш егу арқылы ғана жүзеге асырылады. Қазір сол 250 мың гектардың 170 мың гектарына түрлі дақылдар егіледі. Көп жыл 100 мың гектарға дейін күріш егілген. Соңғы жылдарда 75-85 мың гектар төңірегінде егеді. Бүкіл сол егін шаруашылығы күрішке негізделген бізде. Осы өңірде. Оған техника алынған, тұқым жасалынған, жер бейімделген, адамдар мамандандырылған, сосын жаңағыдай өздерінің сату рыноктары қалыптасқан, өңдеу, көптеген ірі зауыттар бар. Зауыттардың бәрі ақша ғой, қырғын. Ойбай күріш екпей бірден басқа жаққа көшіп кету деген үлкен, күрделі, көптеген қаржыны, зерттеулерді, талғамдарды жасап барып, кішкене қандай деңгейге азайтуға болады деген сұрақ қойылса, ол дұрыс болады. Екіншіден, каналдардың размерінің барлығы, плотина сооружениелердің құрылыстарының барлығы күрішке қажетті су көлемін жіберуге есептелініп салынған. Болмаса, онда біз бәрін жарып жіберіп, бәрін көміп тастап, тегістеп, қайтадан жүйе салуымыз керек. Бұл деген қыруар қаржы. Бұл әрине суды үнемдеудің технологиясы керек жоқ деген сөз емес. Ол тамшылатып суару мен жаңбырлатып суару технологиясы көп дақылға тиімді болғанымен күріш егуге тиімсіз екенін айтты. Жаңбырлатып, тамшылатып суару жарай бермейді, барлық дақылдарға келе бермейді, барлық топыраққа келе бермейді. Сосын оны ойлап көріңіз, оларға арнайы қысымы бар жүйе керек. Жаңбырлатуға да, тамшылатып суаруға да. Ал күріштегі біздің суару технологиясын жетілдіру, экономный суды пайдалану, ол дегеніміз кәдімгі атыздың беттерінің тегістігін жоғары деңгейде лазерлік тегістіргіштерді пайдалана отырып қалыптастыру. Осы су үнемдегіш технологияның ең күштісі біздің күріш суармалы жүйесінде. Осының өзі бір іс-әрекеттің өзі 30%-ға дейін суды үнемдеуге қол жеткізеді. Қызылорданың жері тұздануға бейім, өйткені жер асты суы жер бетіне тым жақын орналасқан. Күн ысыған сайын жер асты суы көтеріліп, су буланып ұшып кетеді де топырақта тұз қалдықтары жиналады. Күріш өсіру суармалы алқаптарды тұзданудан сақтайды. Сондықтан күріш өсіруді сор шаю әдісімен ауыстыруға да болмайды екен. Қайта шаюдың өзіндік проблемасы бар. Бірінші проблема, ол бірінші осы топырақтың тұздануына байланысты да шаю үшін шамамен 6-10 мың гектарына 6-10 мың текше метрге су керек болады мысалға. Ол бірнеше мәрте қайталанады. Екіншіден, ол мысалға шаю жұмыстарын жүргізу үшін біздің суармалы алқаптарға су жаңа Сырдария өзенінің мұзы кеш еритті, марттың аяғынан бастап осы су келе бастайды. Егер ол енді 80 мың гектар жерде шаю үшін де мысалға бір айдан аса уақыт керек, оларды қайта-қайта шайып, ол жерді құрғатып, ол сөйтіп келмегенше ол уақыт өтіп кетеді да, уже жаңа дақылдар егуге мүмкіндік болмайды. Ал күз айларында да ол өзінде қиындықтары бар. Себебі осы біздің Қызылорда облысы жағдайында жер жаңағы ауыл шаруашылығы дақылдарын осы сентябрь, октябрьге шейінде жинайтын уақыттар болады. Ол күріш Қазақстан үшін стратегиялық маңызы бар дақыл екеніне назар аударды. Жыл сайын 80 мың гектарға жоқ жерге күріш егілсе, ауылда тұратын 350 мыңдай адам жұмыспен қамтылады. Қызылорда облысында 100-ге жуық күріш зауыты бар. Олар 12 ай бойы жұмыс істейді екен. Ал әлемде 119 мемлекетте 160 миллион гектар жерге күріш егіледі. Қызылорда облысы 45-50 орында тұр. Әлемдік нарықтық деңгейде орны бар. Сондықтан да күріш өсіруден басқа шаруашылыққа ауып кету қиын, деді ол.
Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы институты ғалымдарының ұсынысы бойынша күріш деңгейін 50%-ға дейін ұстап отыру маңызды. Яғни жыл сайын Қызылордада 195 мың гектардай жерге ауыл шаруашылығы дақылдары егілсе, соның 50%-на күріш егу керек. Ал су үнемдеу үшін каналдар жүйесінің жұмысын жақсартуда өзекті болып отыр. Күріш жүйесінің бір ерекшелігі ол жерде өте суармалы егіншілік қой. Оларда көптеген каналдар жүйесі бар, жол жүйесі бар, қашатқы кәрі жүйесі бар. Және одағы гидротехникалық құрылыстар болады. Каналдар жүйесінде қамыс шыққан, бұзылған, гидротехникалық құрылыстарда қақпалар жоқ, қашатқа кәрі жері көмілген. Сондықтан оларды негізгі шаруашылықтарға баратын осы каналдар жүйесі. Сондықтан мен ойымша осы каналдар жүйесін ішкі кішкентай каналға шейінгі каналдарды мемлекет тарапынан алынса деп ойлаймын. Сол кезде ғана осы суды келген суды жаңағыдай үнемді басқарып жеткізіп отыруға мүмкіндік бар. Бүгінде су үнемдеу әдістері мен технологиясы да дамып жатыр. Соны білетін және енгізе алатын мамандарға деген сұраныс жоғары. Ал Қызылордада жалпы елімізде су шаруашылығына білікті кадр қажет. Тағы бір мәселе, қазір кадр мәселесі. Мысалға, су күрішшілер күріш жүйесінде сушылар болады, гидротехниктер болады, негізгі агрономдар болады, механизаторлар болады. Негізі еккеннен кейінгі күріштің осы суға бастыру режиміне осы сушылар жауап береді. Олар негіз маман болу керек. Өкінішке орай қазіргі жағдайда кезде шаруашылықтарда осы гидротехник штаттарының көпшілігінде жоқ. Көрдіңіздер, каналдар жүйесіндегі үлкен каналдарда болсын, ішкі каналдарда болсын, осы гидротехник құрылыстар жоқ. Сондықтан оны вегетациялық кезеңде оны жаңағыдай темірмен, қақпалармен, ағашпен жауып, осы реттеп отырады. Ал енді күзге қарай жабатын кезде оны артынан барып, құммен көміп тастайды мысалға. Керек кезінде ашады. Яғни ол кезде жаңағыдай қанша қақпа темірмен жапқанмен, олардың саңылау кетсе, құммен жапқаннан кейін оны қайтадан ашқан кезде ол қайтадан судың ағынымен барып каналды қайтадан жартысы каналға қалады ғой. Каналдың жаңағыдай су ағу қабілетінде өте кедергі жасайды. Сөйтіп сулардың көлденең шығындарға пайда болуына әкеледі. Өңірдің басты су көзі Сырдария өзені. Су айдынының жұмысын реттейтін Арал Сырдария бассейндік инспекциясы Түркістан, Қызылорда облыстары мен Шымкент қаласын қамтиды. Жиналған судың мөлшеріне қарай егістікке жететін су қорына болжам жасайды. Бізде енді қазір 49%-ға дейін, 50%-ға дейін барды қазір. Шардараның 5 миллиард 200 болса, қазір сол 2 миллиард 600 көлемінде қазір. 2 миллиард 580 көлемінде бүгінгі таңға жиналып отыр. Бұл 50% деген сөз. Айта кету керек, бұл өткен жылғы деңгейден 1 миллиардтай су қазір Шардараға артық жиналып тұр. Ал Көксарайды ол енді ертең мол судың кезінде қаңтар айынан кейін барып, әр жоғарыдан келетін су күтіледі, сол кезде барып Көксарайға жинай бастайды. Оның көлемі 3 миллиард жалпы жобалық, бірақ біз енді 1,5 миллиардтай жинау, қауіпсіз деңгейде 1,5 миллиардтай су жиналады. Бүгінгі күнге Көксарайға су жиналған жоқ. Жалпы жоғарыда айтқан 4 су қоймасы мен Шардараны қосқанда 31 миллиард 450, 31 миллиард 850 миллион көлемінде сыйымдылығы құрайды. Ол да су үнемдеу үшін күріш көлемін азайтуға болмайтынын айтты. Сөзінше күріш еккен егістік алқапқа 2 жыл бойы күріш егілмесе, сор тізеден келеді. Сондықтан жерді сақтау үшін де күрішті егуге мәжбүрміз дейді ол. Сол себепті шаруашылықтар артық су жұмсамайтын әдіс-тәсілге көшу, су шығынын азайту маңызды болмақ. Қазір мемлекеттің алдында суды үнемдеу жөнделген талап қойылып жатыр. Егер біз бұл судың көлемін көбейтпесек, мысалы 3,7 миллиард біз осы егін шаруашылығына лимит бердік өткен жылы осы Қызылорда облысына. Түркістан облысында 5,2 миллиард. Жалпы көлем 5,2. Сол бізде егіске бөлінген 3,7 миллиард суды біз сол көлемді біз ұлғайтпаймыз. Осындай су көлем береміз. Сен оған 40 мың гектар егесің ба, 80 мың гектар егесің ба, өзің жеткізесің бірақ. Жаңа технологияны пайдаланып, мен сондай саясат бар, ұстаным бар. Біз дариядан алған судан анау полеге берген суға дейін 50% су жоғалады. Мынау магистральный каналдарда бізде бір 18-19% жоғалып тұр қазір. Қалған мынау шаруашылық аралық каналдарда жоғалып, полеге дейін раститель дейді, соларда жоғалады 50%. Мақсат соларды азайту керек қой.
Шаруалардың да, ғалымдар мен сушылардың да уайымы бір. Су тапшылығы күшейе берсе, күріш өсіру тоқтауы мүмкін. Бірақ қол қусырып қарап отырмай, бірігіп жасап жатқан су үнемдеу шаралары қолдау мен ауқымды әрекетті қажет етеді. Осылай ғана күріш алқабын сақтап, сырдың суын егістікке де, Арал теңізіне де жеткізуге болады.